Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге спагетти тағамын әзірлейтін боламыз. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписация батырмасын басып, қасындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Сол кезде менің жаңа шығып отырған видеоларым сіздерге көрініп отыратын болады. Бүгінгі тағамға мен тауықтың төсетін пайдаланып жатырмын. Етті алдын ала жақсылап жуып, осындай бөлшектерге бөліп, турап алатын боламыз. Ендігі кезекте пиязымызды тураймыз. Өте ұсақтап кубик қылып турап аламын. Сәбізімізді өте жұқа осындай дөңгелек етіп тураймыз да, соломка қылып турап аламыз. Тезірек піссін деп өте жұқа қылып турадым. Міне барлығын турадық. Енді сковородкамызға майды құйып, қыздырып аламыз да, бірінші кезекте етімізді салып, 3-4 минут қуыратын боламыз. Крышкасын жауып қойсаңыздар, өзінің суы бөлініп, жақсы қуырылатын болады. Міне 3-4 минут қуырылды. Ендігі кезекте пиязымыз бен сәбізімізді саламыз. Пияз бен сәбізді салып, тағы да 5 минут крышкасын жауып қуырамыз. Міне 5 минут өткеннен кейін бір ас қасық томат қосып, оттың астын өте жоғарыға қойып қуыратын боламыз. Егер томат қосқыларыңыз келмесе, әрине онда помидор қоссаңыздар болады. Қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзын салдым. Ешқандай специя қоспадым. Егер ұнатсаңыздар, әрине қоссаңыздар болады. Міне жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін үстінен 1 стакан су құятын боламыз. Тағамға керекті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Әрине өздеріңіздің отбасыларыңыздағы адамның санына байланысты мөлшерін көбейтіп немесе азайтып жасасаңыздар болады. Міне қайнады. Енді оттың астын өте төменгіге қойып, крышкасын жауып, тағы да 5-10 минут пісіретін боламыз. Суымыз қайнап тұр. Енді спагеттиді салып, 5-6 минут спагеттиімізді пісіреміз. Спагеттидің езіліп кетпеуін қадағалаңыздар. Кішкене спагетти қаттылау қылып алсаңыздар, өте дәмді болады. Сәбізі пісті ма, соны тексереміз. Сәбізі піскен болса, онда біздің подливымыз дайын деген сөз. Міне біздің спагеттиімізде подливымыз да пісті. Сүзіп алдық. Енді үстінен подливымызды құятын боламыз. 20-30 минуттың ішінде осындай дәмді тамағымыз дайын болды. Өзі тез дайын болады, әрі өте дәмді болып шығатын тағамдардың бірі. Егер сіздің жасау тәсіліңіз басқаша болса, міндетті түрде осы тәсілмен де дайындап көруіңізге кеңес беремін. Достар, егер менің арнамдағы рецепттер сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, ұнап жатса, онда поделиться батырмасын басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп отыруларыңызға болады. Ол мен үшін өте маңызды. Міне біздің тағамымыз осындай болып шықты. Менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.